Ama inşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız. Aleppo'dan Emevi meşitінен barşağınızға сәлем. Осы жерден бір күні біздің бұл жерге қайтып келе алмайды деп ойлағандар түсінсін. Біз жерімізден ешқашанда бас тартпаймыз, оны білсін. Бұл жер біздің хаққымыз, мыңжылдық ата топырақтарымыз. Бұл жердің түркмені бар, күрді, арабы бар, бәріміз бірге бауыр болып өмір сүреміз. Иншалла, бұл топырақтарда, Алеппода біздің тарихымыз бар. Толунулдары, мәмлүктер, селжұқтар, османлылар бар. Мыңжылдық өткеніміз бар біздің бұл топырақтарда. Осы жерден түрк халқына, туысқандарымызға сәлемдерімді жолдаймын. Ең әуел Түркия Республикасы. Құрметті президент Ердоған мырзаға халқымның атынан рахмет айтамын. 14 жылдан бері жанымызда болған, ешбір уақытта бізді жарты жолда тастамаған. Құрметті Ердоғаннан, үлкен адамнан, ұзын адамнан Алла разы болсын. Оған рахмет айтамыз. Түрк халқына 7 жастан 70 жасындағы баласына дейін бәріне мың алғыс, Алла разы болсын. Алеппода қауіпсіздік орнағанда сириялықтар өздері ақ өз еркімен өз мемлекетіне, отандарына қайтып келеді. Түркиядағы сириялықтардың отанға сағынышы басылады. Оның үстіне Түркиядағы бауырларымыздың да біраз жүгі жеңілдейді. Алепподағы Эмеви мешіт